Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-ана, қадірлі оқушы. 6-шы сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сызық астына созылып жазылатын кіші әріптерді жазамыз. З, У, О, Ү, Ф. Бірінші бізде З әрпі. Құйыршығынан кейін екі торкөзді тастаймыз. Жоғарғы жақтың орта белінен бастап имек жасаймыз. Жақынырақ көрсетейін. Имек жоғары көтереміз. Астыңғы сызыққа кеп екі тәріздетіп тоқтатамыз. Және қолымызды үзбей жазатымызды ұмытпайық. Осы жерден кері қайтамыз. Артқа қиғаш сызықпен түзу түсіп қайырамыз. Қайталап көрсетейін. Екі торкөз тастадым. Жоғарыға қарай имек. Артқа қайттым. Астынан қайырамыз. Келесі У әрпі. Құйыршығынан артқа қарай екі торкөз тастаймыз. Жоғарыдан И әрпіндегідей етіп төмен түсіреміз. Жоғары көтердім. Қиғаш сызықтың бойымен түзу түсіп, кері қайырамыз. Қайтадан екі торкөз тастадым. Жоғарыдан түзу түсіп, қиғаш сызықтың бойымен кері қайырамыз. О әрпі. Астыңғы құйыршығынан екі торкөз тастаймын. Жоғарыдан дәл У сияқты бастаймыз. Жоғарыдан төмен, жоғары. Енді қиғаш сызықтың бойымен төмен қайтадан түсемін. Артқа келесі торкөздің бұрышына тигіземіз. Бұрышына. Және белдігін ұмытпаймыз. Тағы бір рет көрсетейін. Құйыршығынан екі торкөз тастаймын. Жоғарыдан түзу сызық, имек жоғары. Енді қиғаш сызықтың бойымен астыға түсеміз. Келесі торкөздің бұрышына жеткіземін. Белі. Келесі әріп бізде Ү әрпі. Дәл О әрпі сияқты жазылады. Тек белдігі жоқ. Екі торкөз тастады. Жоғарыдан төмен, артқа қайырамыз. Тағы да бір, екі. Жоғарыдан бір, екі, үш, төрт. Ү. Ф әрпін жазуға кірісеміз. Дәл солай екі торкөз тастаймын. Бұл жерде А әрпін жазғандағы сияқты есімізге түсіреміз. Үшінші торкөздің орта белінен бастаймын. Жоғарыға қарай А, С әріптерін жазған сияқты имек. Жоғарыға кеп тоқтадым. Дәл Адағы сияқты. Енді қиғаш сызықтың бойымен төмен түсемін. Енді осы сызықтың бойымен кері қайтып, екінші домалағын саламыз. Тағы бір рет қайталаймын. Екі торкөз тастап, үшінші торкөздің жоғарғы жағынан А әрпін жазған сияқты елестетеміз. Бір домалақ. Енді түзу сызықпен төмен түсіп, кері қайтамыз. Екінші домалақ. Бір, екі, үш,